Сәлем достар, бүгін біз жазғы жеңіл салат дайындайтын боламыз. 100 грамм шұжықты соломка ретінде турап ыдысқа саламыз. Бір бас қиярды видеода көрсетілген әдіс бойынша турап ыдысқа орналастырамыз. 2 қызанақты 2 бөлікке бөліп, және оларды орташа ірі бөліктерге бөлеміз. Консервідегі жүгеріні 10 шай қасықпен ыдысымызға салып шығамыз. Суға піскен 2 жұмыртқамызды жіңішке бөліктерге бөліп ыдысымызға саламыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, көлеміне қарай майонез салып араластырамыз. Міне жазғы жеңіл салатымыз дайын болды. Оларды күнде кешкі асқа немесе аяқ асты келген қонақтарға, сонымен қатар арнайы қонақтарға да дайындап берулеріңізге болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сонымен қатар сіздер каналымнан басқа да салаттардың мәзірін көре аласыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.